Енді мынау Таңсұлу келдің, мынау кітабы қолымда отыр менің. Әйел мен әлем әдемі. Аты жақсы екен. Көрдіңіз бе, бұрында бір кітап шыққан, олында аты осыған ұқсас енді. Таңсұлудың өзі, бұл енді творческий семья. Қалекеевның жанұясында балалар, немерелер өсіп келе жатыр. Соның бәрін тәрбиелеп жүріп, көрдің бе, мынандай әдемі кітап шығарып. Бұл деген сөз адамның өзінің жетесінде болса, ойы дұрыс болса, әр уақытта ешқандай ештеңе оған кедергі болмайды. Балалар тәрбиесіне де, немере шөберелер кетеді ары қарай. Соның бәрінің тәрбиесі міне осы. Міне кітаппенен, кітап жазуменен өзінің қызмет атқарып жүрген жеріндегі абыройы, атағы, осының бәрі халыққа, елге жасаған жақсылығы. Мұндай кісілерді қадірлеу керек әр уақытта. Мінекей сол Таңсұлу сондай адамның бірі деп есептеймін мен, біздің келінді. Онымен мақтануымыз керек. Көрдік пе мына кітапты? Бұлай шығарған. Бұл енді кітап деген сөз, бұл барлығы тарихта қалатын дүние. Киім тозат, ас ішіліп кетеді, міне кітап қалады. Сағындым, сағым жылдар дейді. Атын өзі темасын әдемі қояды екен, жақсы. Көрдіңіз ба? Әйелдің ұлы миссиясы ұрпақ әкелу дейді. Мінекей әдемі. Әркім өз тағдырын өзі жасайды дейді. Онысы рас. Маған біреу жасап бере мысалы тағдырды. Өз тағдырым өз қолымда. Жұмыс істеймін деген адамға басында ой бар адамдарға әр уақытта уақыт кең. Шындыққа жол тар, бірақ бар деген менің бір мінекей афоризм бар. Солар осындай жерлерге келеді. Сондықтан енді мынау Таңсұлуға мен енді творчествоң арта берсін деймін. Бұл енді соңғы кітап емес болу керек. Әлі басшасы, Құда қаласа қорытынды. Өзі адам қолдан келеді адамға әр уақытта жұмыс өзі ыңғайлана келеді. Жүріп кетеді. Бір бастаса. Сондықтан бұл өзі творчествоның өзі әдемі тіршілік қой. Өзі рахаттанасың. Келіп жатқанда, ой келіп жатқанда, соның бәрін қағазға түсіріп жатқанда, күннің қалай, түннің қалай өтіп кеткенін білмейсің. Міне сондай рахатқа бататын шаруашылық бұл. Сондықтан Таңсұлуға кітабын құтты болсын дейміз. Творчествоң арта берсін дейміз. Бала-шағаң өсе берсін дейміз. Қалиды жақсылап күтсін, Қалида жақсылап бір кітап шығарсын.